Кеш жарық достар, көптен күткен оқу керек жобасының жалғасы шықты. Жаңа маусым, жаңа резидент Абылай, қошеметтеріңіз. И біздің жаңа қонағымыз Аманжан Махметов, қошеметтеріңіз. Сол, в принципе, біраз уақыт өтті шықпағанымызға. Кім қандай кітап оқыды сол уақытта? Менде бір сұрақ, мен ғана қонақпын ба сонда мына жерде? Бүгін, иә. Қатты ставка қойып жатқан сияқты маған. Если что, қатты не істемей қойыңдар. Қарап жатқан адамдар. Ойым маған қонақ болып. Просто жай келіп. Бәріміз қонақпыз бұл өмірде. Жалпы, иә. Просто андай стереотип бар ғой. Адам басы үлкен болса, кітап көп оқиды деген. Ол өтірік өте жалған ақпарат оның барлығы. Басы кішкентай болса ше. Сондай вообще кітап оқиды. Басы кішкентай болса, андай подъездің ішінде ана не бар ғой, лестницаның арасында өтіп кетуге болады. Кітап жағын білмеймін, бірақ сондайға пайдалануға дұрыс. Уалейкум ассалам. Сен жаңа резидентсің ба? Ставканы осыған қойып отырсың. Мен былай отводящим в основном осы сейчас тащить етіп. Как көреміз депсің. Испытательный срок бір выпуск. Әдеттегідей формат кішігірім түсіндіріп жейін. Бірінші рет көріп жатқандар болса, жалпы Аманжанға да айтып кетейік. Біз бүгін бір кітапты талдайтын боламыз. Бүгінгі кітапты Талғат бізге айтып береді. Біз бәріміз соны тыңдап, қосатынымыз болса қосып, кішігірім талқылап, адамдар кітап оқуға желаниялары ашылатындай, желание деген қазақша қалай? Ниет. Ынтасын, құмарлығы, ниетін кітап оқуға арттыру мақсатында істеліп жатқан жоба. Бастамас бұрын бізде всегда мини рубрикамыз бар, сұрақ қоямыз. Адам, сен өзіңді, именно Аманжан сен емес, в целом кім дайын, сол жауап бере берсе болады. Сен өзіңді қай кітаптың қандай кейіпкерімен өзің теңейсің деген сұрақ. Аманжан. Менен бастаймыз ба? Мен өмірімде жалпы бірден айтып қойын, 4 кітап оқыған шығармын. Ол дүниетану, Қазақстан тарихы. Мысалы, Қазақстан тарихының ішінен, ол кітап қой енді. Былай қарасаң тарихи кітап, соның ішінен бір кейіпкерді алып өзіме теңесем болған. Әрине. Бір Алашорданың бір жоқ, ұқсамасам да ұқсап бақ дейді ғой, соған еліктеп жаңағыдай. Кезінде алашордалықтар андай суреттерді көресің ғой, костюм шалбармен жүреді, андай красавчик болып, біраз тіл. Хотя вообще мен ондай емеспін негізі, бірақ соған тырысып кішкене ақыл көбейтіп бір шетел көріп, соған ұмтылсам ба деген ой ғой негізі. Керемет, Сәкен Сейфуллин сияқты. Иә, Сәкен Сейфуллин негізі. Прикольно, өте краш болған қыздардың арасында. Саған Сәкен Сейфуллин, өзің Сәкен Сейфуллинмен ба? Жоқ, Сәкен Сейфуллинмен емес. Мен өзімді реально оцениваю просто. Сәкен Сейфуллин емес. Міржақып Дулатов. Жақанша Досмұхаметов дейінші берсе. Жақанша Досмұхаметов Оралдан шыққан, тоже алашордалық. Кезінде сол. Бұйырса деп жатыр. Керемет. Күшті. Абылай? Мен ба? Мен дейтін любой кітаптың ішіндегі бір андай второстепенный персонаж болады ғой. NPC бар болады ғой андай. Бір рет появляться етеді да, кетіп қалатын ше бұл. Сондай да өзім. Бірақ есте қалып кетеді. Бүкіл өмір 2 параққа ғана сыйып кетеді. Типа сондай персонаж деп өзім санаймын. Неге олай сонда, неге өзіңді? Өмірім қызық емес сияқты мен. Өмірде де сондайсың ба негізі? Походу сондай сияқты. Иә. Бар, жүр там деп, иә? На? Жүр айта береді. Нарутода прикол ұстадың ғой маған сен? Қалай? Қалай? Не до конца нарисованный. Иә. Зандай бір рет әңгіме болған, Нарутодан сен қандай кейіпкерсің деген содан Асхат ана болады ғой, 4-та мировая войнада бір талпа бір воиндардың арасында бір жүреді бір кунаймен тек қандай кунай лақтыра беретін тек қандай еш способности жоқ. Мен какашымын деп жүрсем, оказывается, ондай емес екен. Сен, короче, несің, Mortal Kombat болсаң, нопсайбытсың ғой, короче. Қап-қара не, особо несі жоқ, бірақ нормально двигаться етіп қояды по-своему. Нопсайбыт дейтін қайсы еді ол? Нопсайбыт деген тең ғой, қап-қараны. Ол мықты негізі. Өте мықты ол. Просто көрінбейді андай. Бағдарлама андай басқа жағына кетіп қалған. Аниме. Жоқ, осы бір нені ше, аниме дейтінге ше, арнап. Ол да манга ғой, манга. Жоқ, манга жалпы оқитын нәрсе ғой барлығы. Онда мен онда Саскемін деп. Талғат. Мен алхимик дейтін кітаптағы главный геройдың аты Сантьяго ма? Иә. Сантьяго. Шатасып қалмайын. Сантьяго деймін. Алхимик кітабын біз мұнда Есентаймен талдағанбыз. Арнада бар.
соны көрсеңіздер болады. андай жоқ нәрсе жазсаңдаршы, мына жерде тұрады. Мына жерде тұрады деген жазыңыздаршы. еще мына жерде мына жерде именно аман мына жерге бүйтіп жоқ именно монтажердің өмірін қиындатып жүрсің. мына нәрсе всегда мешать етеді ғой. бүйтіп тұр деп па. Бүйтіп тұратындай қылып істеп қойшы. есентаймен выпускта айтпақшы бізде жеңімпаз бар, кітаптың ішінде 1000 теңге бар. Сол жеңімпаз бізге әлі жазған жоқ. Менің инстаграмыма жазсаңыздар болады или почтаға кітаптарды алып кетсеңіздер. Тезірек алып алсаң, ана 1000 теңгенің құны ертең құлай береді ол. Ертең 1000 теңге түк келмей қалады. Не болды? Жоқ, біз кітап разыгрывать еттік. Оны ұтқан адам бар, кәдімгі лизонайырмен официально. И оны комментарийда тұр, сен ұттың деп, маған жаз деп, маған жазған жоқ әлі. Кітаптың ішінде Есентай 1000 теңге салып қойған. Сен қандай кейіпкер? 1000 теңге салып қояйын, әйтпесе жағдай нормально ғой, әйелің екеуі 1000 теңгесін жаусаңдаршы, кішкене бір 2000 ба хотя бы бір. Сосын жазбай жатқан шығар, может. Мың теңгені репостпен алатын адам ғой. Жоқ, а неге алхимиктағы Сантьяго? Сантьяго ол андай, короче, алыс жолға бір байлық үшін кетеді ғой, дүние үшін ше. И дүние үшін барып, жолда өмірдің мәні дүниеде емес екенін түсінеді да ол. Мен өзім солай ойлаймын. Мен қазір дүние үшін жүрмін да, мысалы. Деп мойындап қойғансың. И бір күні түсінемін мен. Түсінсем екен тезірек. Мен іздеп отырмын өзім. Бұйырса байып кетіп түсінші соны оданша. Қайыршы болып кедейін болып артынша уже все уже түсіндім деген тема. Мен сен сұрадың ғой? Иә, сұрайын ба? Асқат сенші? Жоспақ бас көрсетші. Мэтью МакКонахидің «Зеленый свет» деген кітабы бар. Жоқ, мен оқымадым бірақ. Өте күшті кітап. Мен соны теңеймін деп айта алмаймын, но хочу сол именно Мэтью МакКонахи сияқты ол қатты өзінің ішін түсініп, не істеу керек екенін, өмірді сүріп сап, вообще андай сол сияқты апгрейднуться еткім келеді болашақта. Ол андай істеген бір мини нәрсе. Актер болғанның өзінде герой-любовник болып кеткен да, андай стереотип. Романтический комедияларда. И содан шығу үшін ол начал андай басқа рөлдерді іздеп сценарийін қарайды. Андай мысалы 20 миллион береді, жоқ. Отказ беріп, 2 жыл ешқайда түскен жоқ, потому что ұнаған жоқ оған. Потом бір роль түсті, типа көп төлемесе де соған түсіп, өзінің, короче, басқа жағынан көрсетіп, өзгертіп жіберді, короче, өзінің карьерасын. Сол сияқты андай, сол сияқты сол. Ол дұрыс қой. Ол еще бір историясы бар ғой, аборигендардың арасында тұрған. Иә, сол кітапта бәрі бар. Мен ол кітапты оқымадым, бірақ ол кітапты көрдім мен. Ну, бір бағдарламадан тоже түсіндіріп береді кітапты. Сол кітапты бұйырса разбирать етуге болады. Мэтью секілді болғым келеді негізі. Жоқ, ну, сол сияқты нәрселер жасағым келеді. Ең соңғы Сахиб. Мен Оралхан Бөкейдің Қарғызы деген тамаша кітабы бар. Сондағы Нұржан деген кейіпкер. Бұл негізі подводка болған. Себебі бүгін бізге Қарғызы бүгінгі талдайтын кітабымыз. Оралхан Бөкейдің кітабы Қарғызы. Айтып беретін адам Талғат болады. Мен болып отырмын бүгін. Бұл Қарғыз деген Оралхан Бөкейдің кітабы маған негізі басында ұнамаған. Сосын ұнады маған. Оказывается, бұл өзінің өмірінде болған екен бұл. Соны Нұржан деп персонажын өзгертіп, бірақ өзінің өмірінде болған кітап. Кітапта жазылған ба ол, типа, осындай өмірде болған нәрсе деп жазылған. И көргем тоже. Оралхан. Сондай дерек бар, Нұржан ішіндегі Нұржан деген кейіпкердің мінезін өзінен алғанда, өзінің өмірінен суреттіп, соған түсірген деген. Өзінің альтер эгосы сияқты, типа, да, через кого-то. Кәдімгі бір ауылда механизатор болып жұмыс істеген, сол Нұржанда тоже сондай бір жерге барады. Тура сол өмірінде болған. Механизатор не істейді? Асқат бірдеңе айтқың келіп отыр ғой. Бүйтіп қарап. Оралхан дейді да. И кішкене ұқсас бір нәрсе істемей ма деген, Нұржан деген вообще басқа деген ғой. Жоқ, осы жағынан кетіп қалған, наоборот. Адамдар палево емес. Оралбайды біраз. Мысалы, Оралхан и кімнің аты, персонаждың аты Бөкейхан деген сияқты болса, мысалы, О, палево. Оралхан бұл Бөкей өзінің өмірінен алған екен, Бөкейхан деп өзгерткен десем, ешкім таң қалмайды да өзі. Нұржан деп өзгерткен. Менде де сондай реакция. МакКонахи деп вообще күшті болатын. Бастай береміз ба? Бастайық, иә? Бастайық. Бұл кітап жалпы бір ауылда қалың қар жауған екен. 60 жылда жаумаған қар жауған. Прям аспан көрінбей жауған ғой, аспан қараса. Қардан көрінбейді аспан. Сондай болып жауған. Үйдің есіктері ашылмай ма? Үйдің есіктері ашылмайды.
түтіндер шығып тұрады, аман екен деп содан бірге ғой үйлердің түтіні. Ол Қазақстанның қай жағы екені Алтай өңірінде, шығыста. негізі нақты шынымен солай қатты жауады ғой. Әлі де бар ғой. Иә, әлі де бар. Жыл сайын сөйтіп жауады. кеше мысалы жауды артық кетіпті. Сондай бір қысты сондай бір қыс болған, и бұлардың тоқтамауы неше күн бойы. Сөйткенде ауылда малдар бар ғой енді. Соларға Ішетін ба малдар? жоқ, ондайлар бар енді. ондай бар. Ауыл, любой ауылда ондай малдар бар енді. 4 түлікке жататын малдар, жаңағыдай. Малдарға азық таусылған ғой, қыстан ше. Малдар дейді менде алқаштармен ассоциация чисто. Малдар деп еді. Төрттілік жануарлар. Жануар уже андай болып кетті. Алқаштар. Ондайлар да бар негізі. Бауырмен жол. Бауырмен жол. Бауырмен жорғалаушылар. Жорғалаушылар. Ол бір түрі. Кеттік дальше. Тағы да бір кішкене бауырмен жорғалаушылар деген бауырым жүрсейші. Бауырмен бірге жорғалап жүреді. Болды. Айту керек болатын. Бауырмен жорғалаушылар дегенде ғой. Жоқ, біз қазір күліп жатырмық, но негізі серьезный кітап па негізі. Серьезный кітап. Кішкене. Сәл күліп алайық, потом серьезный. Бұл соғыс жылдарынан кейін болған нәрсе, бір 50-60 жылдар ғой деймін, 60 жылдар. Одан да кейін. Мүмкін 70 жылдар, иә. Бұл персонаждар жас балдар ғой, біз сияқты примерно 46 жылдары туылған. Получается бір 20 жылдан кейін 60-70 жыл. сондай жылдар болған ғой. Сөйтіп Нешеде боласың? 30 болып тұр, 30-35 деді сондай. Жоқ, Біз жас. сияқты деп 20-дан ұйымдасқан. иә, сондай ғой. Просто сіз ғой ол 92 біз. Неймардың құрдасын. Бірақ ол кездегі енді милары 30-35-тегі ғой енді. Біздің. Сөйтіп малдардың азығы таусылып, главный герой бар, Нұржан деген. Сол үйінен шығып, жаңағы ауылдың кеңсесіне барады ғой. Басшысы отыратын жер ғой. Сельсовет сияқты. Сельсовет сияқты. Сәлсәлі. Барады, ол жақта Упрай дейтін ауыл басшысы дейді. Андай не ғой? Жоқ, управляющий районым деген сияқты. Мен есімі Упрай деп Сен менде япырай сияқты деп отырмын. Есімі Упрай. есімі управляющий районым деп отыр. Упрай. Типа ол кезде совет үкіметі ғой деген сияқты. Упрай, управляющий әкім. Басшысы. Сол Нұржан келеді сол кеңсесіне, и Упрай жүреді, Упрай айтады ғой. Все, сен барасың дейді. Түсінбейді, қайда дейді. Нұржанға ма? Нұржанға айтады, сен барасың дейді. Темекі шегетін андай үлкен кісі ғой. Упрай ма? Упрай. Нұржан өзі келген, анау сразу оған айтқан ба? Иә, сразу. Ана жақта балдармен картон жігіттермен, достарымен картон отқанда, Нұржан кіріп, амандасып, сосын тұрғанда, жаңа Упрай тұрғанда. Все, сен барасың. Осындай дауыспен айтқан ғой ше. Все, сен барасың деген. Мұрты бар болып тұр ғой, как будто мұрты бар, темекі шегеді, иә. Онда бүйтіп айтқан ғой. Аузында темекі. Еще андай несі бар, суперспособності бар ол Упрайдың. Темекісін тұтандырады да спичкамен ше. Ұстамаймын, қолмен ұстамаймын. Жанып тұрған күйінде фук өткізеді де, сөндірмей шелекке түсіретін қасиеті бар екен. Ол кітапта жазылған ба или сен? Жазылған. Серьезно ба? Иә. Сөндірмей салып жібереді шелектің ішіне, и шелектің ішіне жанып атады. Сосын Нұржан барып, ойбай өшірейік деген ғой. Жоқ, өшірме, тұра берсін. Ойбай өртеніп кетерміз дейді. Жоқ, өртенсе қызық болады дейді. Топан қардың ортасында өртеніп өліпті деген атақ күшті болады деген. Сондай тичка жазған. Серьезно? Күшті. Креативный. Оралхан бөкей молодец. Все, сен барасың дейді Нұржанға. Сөйтіп Нұржан қайда дейді. Өткен жылы күзде бұл Нұржан уже барып келген жері бар. Шөпті апарған или әкелген жері бар. Сол жаққа барып, малдарымыз өліп жатыр. Соларға шөп алып кел деген. Азық алып кел дейді. Сосын Нұржан ойбай, жоқ, мен бармаймын дейді. Деп қорқынышты ғой енді. Қар бөле өліп қалам ғой деп. Бармаймын деп қасарысып тұрып алады, бірақ жоқ, барасың деп қоймайды. Сен главный механизаторсың, сен мықтысың, короче, дейді ғой. Оған сеніп тұр да. Бәрін, шарттарын бәрін орындаймын. Трактор ДТ-54 дейді, мықты трактор бар, соны берем, полный. Бәрі дайын дейді. Жоқ, бармаймын деп тұрып алады. Бірақ бір нәрсе көндіреді ананы.
сөйтеді да Нұржан Упырайға шарт қояды ғой. Онда мен 3 шартым бар дейді. Ойбай, смело айта бер дейді. Мен қасыма Аманжан деген досы бар. Қазір серьезно ма бұл? Серьезно ма? Аман жол емес, Аманжан. Серьезно ма? Серьезно. Аманжа емес даже. Мысы бар. Аманы бар, кәдімгідей адам басылатын адам бітеді, Аманжан. Бас әріппен жазылады. Иіні қандай екен оның? Ана Удастайдың артында тұр ма? Бір деп сол ғой. Кітапта. Болды. Аманжан. Шынымен Нұржан, Аманжан и тағы. Нұржан, Аманжанды бер қасыма. Сосын Бақытжанды бер дейді. Чисто жандардан. Нұржан, Аманжан. Соны бер, сосын 3-ші шартым қандай дейді? 3-ші шартым енді қыс, қалың қар, аяғыңыздағы пиманы беріңіз дейді. Ал оның аяғында мощный бандай. Мықты сол кезде. Мощный пима. Пимасы. Пума деп жазылып тұр. Может, пума деп тұрған шығар, пима деп оқыған. Мүмкін. Сол пуманы бер дейді ғой. Сосын анау ойбай бермеймін деп беретін болады. Соны киіп алады да, и Аманжан, Бақытжан үшеуі жолға дайындалады сол түні. Түн қиын қойын деп тұр жол. Өте қиын задание ғой, негізі. Өте ауыр задание. Алыс жерге баратын. Алыс жер. Шамамен, мысалы, Алматыдан қай жерге дейін? Андай, возможно, алыс жер емес, но жол жоқ, қар и қардан Ауылдың шеті айдала, боран болып жатыр, қар жауып жатыр, жел түк көрінбейді. 100 шақырым бар ма? Әл-Фарабидің пробкасымен тұрасың ғой примерно. Сондай қиын. Сендер қатты негізі ол маңызды ма? Андай адасы 40 градус, 60 жыл жоғмаған. Иә, минус 40 градус айтпақшы, аяз қатты. Қатты аяз, өте. Қатты аяз. Ондайды көрмейді. Біреуінде ғана пима бар. Қалған екеуі шлепка деп. Ауыр үлкен задание үшін біз сияқты жап-жас балдар қорқып, как будто бір ақтық сапарға кетіп бартқандай болып дайындалады ғой. Сөйтеді да, жүр, Аманжан айтады, мен үйіме барайық. Сыра бар дейді. Андай квас па, сыра ғой деймін негізі. Соны ішіп алайық дейді. Точно. Басында кімге тегейсің дегенде қателесіп кеттім ғой. Иә, қазір мақтапты соңына дейін. Өзгерді сияқты. Соңында қайттан жазып алайық сол жерін. Аманжан үйіне барады, сыра ішіп алады. Все, енді Нұржан айтады, мен үйіме баня жағып қойды мама. Кайфовый еткен ғой. Жоқ, малға азық жоқ та, бірақ баня жағатын не бар, сыра бәрі бар. Бәрі бар. Тек шөп жоқ. Шөп жоқ. Сөйтеді та қиын. Шөп әңгіме кішкене басқаша естіледі екен, сыра бар, баня бар, тек шөп жоқ. Кішкене андай басқаша екен. Енді ауылда қиын ғой. Хоттау. Тем более қар жауып жатыр. Қар жауып жатыр. Телеграм жоқ ол кезде. Неге барады? Баняға барады, монша жақ болған мамасы. Шөп моншаға түседі. Нұржан мен Бақытжан кішкене шыдамайды парға. Аманжан болса парда отыра береді. Сондай персонаж. Аманжан андай персонаж, короче. Қызуғанды, андай, батыр. Пофиг, төгілсе беретін ше, сондай. Бас үлкен. Сөйтіп, Аманжан андай, парда отырып, қорқақтар бірдеңе де прикол ұстап жүреді. Сөйтіп та, Аманжан айтады, пардан шығады да, енді киноға барайық дейді. Шын ба? Серьезно ма? Ауылда монша бар, кино қарайтын жер бар, сыра, бірақ шөп жоқ. Жоқ, күтіп тұрмын. Оралхан Бөкейдің кітабын екі қағазға жазып келген адамға сенуге болады. Үйті анау кино. Жоқ, шынымен кәдімгі киноға барайық. Бір типа сельский клуб сияқты жер. Иә, енді ақтық сапар ғой енді. Тоже. Иә, енді келмей қалуымыз мүмкін, бәрін көріп кетейік. Андай мармелад деген нәрселер болса, оны да жейік деп, ондай жоқ бірақ ол жерде. Оны да жеп алайық деп айтады деген. Үш-ақ нәрсе болып тұр ғой, сыра, кино, баня. Соның бәрін істейік деп тұр ғой. Қазір қанша возможность бар біздің 21-ші ғасырда. По-любому бірақ сол үш нәрсе ғана ғой, пацандарға керек негізі. Сыра, баня, кино. Сөйтеді киноға барады кешкісін. Киноға барып, потом уже и осы кезде бағана Упырай бар ғой. Упырай айтады, бұл өте ауыр сапар, қиын, ондай жеңіл қабылдамаңдар. Бұл өте қиын негізі. Дұрыстап серьезно қабылдап барыңдар.
сосын ана аңыз қарғызы деген аңыз бар екен бұлар ауылда ауылда жайылып жүрген қарғызы деген аңыз бар. Сол қарғызы оянып кетті ғой дейтін сыбыс шығып жатыр деп бір напоминание салып жүреді ғой бұларға. Бірақ Нұржан андай ғой, қарғызысын еді деп өтірік аңыз мән бермейді. Сөйтеді да кинодан шығып, все енді ұйықтап алайық, жолға шығамыз дейді. Бірақ Нұржан түнде ұйықтай алмайды ғой. Бұл әр жатады, бер жатады. Құсады, баняда бал деген бар. Ұйықтай алмай жатып, көзі ілініп кеткен кезде комнатасына бір әппақ болып қыз кіреді ғой. Түсінбей жатады, бұл қорқып, өң ба, түсін ба деп ше, әппақ бір қыздың бейнесінде бір періште емес енді. Бір елес көрінеді да, әппақ болып. И ол қыз айтады, Нұржан, кет бұл ауылдан. Сен бұл жерде адамдар көбейіп жатыр, сен бұл жерде орның емес, саған басқа жаққа кету керек дейді ғой. Америка. Сондай сияқты. Именно сен сыймайсың Нұржан бұл ауылда. Нұржан, саған кету керек дейді да, бұл бірдеңе айтайын десе айта алмайды, короче. Ей дейді, айта алмайды, дыбыс шықпайды, демайды. И шошып, оянып кетеді. Қараса ешкім жоқ. Сөйтеді да оянып, ұйықтап қалады. Сөйтіп ертесіне жолға шығады. Бұл жолға шығады, уже андай 2 күн болған жолда келе жатыр. Ешкім настроениесі жоқ. Немен келе жатыр ғой, жаяу келе жатыр ма? Трактормен жаңағы ДТ елу алты мен. ДТ 54 деген дөңгелегі помощь шығады. Уточнение, бұлар бір үйдің балалары ма еді? Жоқ, әртүрлі. Достар, иә? Бірақ бәрі бір үйдің баласын. Үшеу дос қой, иә, получается? Үшеу дос болып тұр ғой. Дос болғаны андай, оны қатты жазбаған, қатты араласады. Просто таныстар, ауылдас. Подписан. Чисто Упрайдың несі ғой, жинаған да? Шайкасы. Кім жинады? Форсаж сияқты ғой. Кім? Нұржан жинаған екен. Нұржан жинаған. Қазір осыдан экранизация болса, онда Нұржан жинайды ғой бүйтіп. Біреу келеді, темнокожий, біреу азиат андай. Андай шахтераттардай ма? Мен білем кімдерді көрсете ма? Да, сосын Упрай тұрады да, есть вот эта тачка деп ДТ 54. Рон-дон-дон. Андай баняда пиво ішіп отырамын андай. Что ж, ребята? План құрады. Мы семья. Дайындалады. 2 күн жүріп келеді. 2 күн жүріп келатыр. Уже анау суық қой, анау трактор темірден суық өтіп кеткен пешкі бар шығар, білмеймін, жоқ па. Оларға наоборот келгеннен кейін моншаға түсу керек еді негізі, суық өткеннен кейін. Моншаға шығып кетіп. Бұл не? Базовый комплектация печкасы шығып. Сөйтіп келе жатыр. Нұржан рульде, ана екеуі настроение жоқ, бүйтіп андай қорқып келе жатыр ғой, непонятно қайда бара жатыр вообще. Тура точно жолмен келе жатыр, түсінбейді екеуі, үшеуі. Қатты қорқынышты ойлашы, хабарласатын телефон жоқ, тугис. Просто жоқ қой, просто қалдым ғой жерде. Андай асып, бір көрінбейді еш нәрсе, просто. Қарлы боран, -50, тек трактор, оны өшіп баса болды. Борап тұрған шығар еще. Тамақтар бар ма хотя бы? Тамақ сол қатты жоқ, тамақтар да толтырып сыра алды. Сырамен баняны салып алса. Кино бәрін салып алса. Сөйтіп келе жатады да, түн болады, бүйтіп андай жұлдыздар, бірдеңелер көрінеді. Келе жатыр, и трактор өшіп қалады. Самый страшный. Өшіп қалады. Жоқ, тоқтаңдар. Бір жерге келіп қараса, бір үй көреді ғой. Айдалада бір жалғыз үй тұрған. Соның қасына барып тоқтайды. Мына үй жөт қорқынышты екен. Бірақ енді кіру керек ішіне, қону керек. Сөйтіп үшеуі қорқып тұрады. Ішінде шамалы бір свет көрінеді, бірақ андай қорқынышты да, короче. Майшам. Иә. Сөйтіп үшеуі сен бар, жоқ сен барсай, Аманжан сен барсай, жоқ мен бармаймын, сен барсай, сен бар деймін, мен барсай, сен барсай. Сулифа. Деп тұрады. Сулифамен шешкен шығар. Сөйтіп онда үшеуміз де барайық дейді Нұржан. Логика. Сулифа бүйтіп ойнайды да, Нұржан жеңіліп қалады. Онда үшеуміз де барайық. Анау Бақытжан деген 3-ші бала, ол шамалы қорқақ, суық жүрек. Чорт. Чорт жылауық, бірақ ірі, короче. Сондай добрый, здоровый. Үшеуі күшті персонаж. Нұржан андай отважный, кішкене байсалды, жақсы сөйлейтін. Аманжан андай бірдеңе болса сен бірнәрсе деп батыр. Анау қорқақ, жылауық. Басына түссе қолын көтеріп жылай береді. Сөйтеді да, все, онда бәріміз барып қағайық дейді есігін.
Бақытжан тұрады да, мен мына трактордың қасына қала берейін, барып келемін. Жоқ, тракторды қасқыр жемейді жүр деп алып кетеді. Қасқыр жемейдтерін жаттап алғансың ба? Мына тычканы салады екен қасқыр жемейді. Аманжан тычкысы. Ол жылдарға жақсы сияқты ғой. По идее, да. Аманжан тычкысы. Классик командасынан алып шығады. Этот мен жаңа айттым ғой, үшеумізді де қағайық деген. Аны просто картина елестетіп. Үш қол ма былай? Еще бүйтеді, үшеу бүйтіп қағады да, бүйтіп қағайын деп жатады да. Естеріне түсіп кетеді, былай қағу керек екен. Просто қағады. Типа көтермей ақ та. Нұржан айтады, неге қаққанда үсті жағынан қағу керек, астынан да қақса болады ғой. Иә, болады ғой дейді. Иә, үшеу астынан қағу. Да, дейді. Андай кадрда үшеуінің қолы болады да, қаққанда тек қана екі қол тұрады, қараса Бақытжан тракторында. Қасқыр мете бересің. Жейді екен ғой. Тебір жеп жатыр далбан деп. Сөйтеді да, үшеуі де қағады. Үшеуі қағуға бара жатқан кезде, или қаққан кезде бір есік ашылып кетеді да, тас қараңғы ғой енді, қағып қараңғы. Үстінде көйлегі жоқ бір үлкен аппақ әруақ сияқты шал шығады ғой бүйтіп. Үшеуі қорқып кетеді. Амантай қажы сияқты ма? Сондай сияқты. Гендальф қой. Гендальф, иә. Аппақ одан да. Жап-жарып, үшеуі шошып, былайынан не алғады, сөйтіп, ойбай, әруақ па бір нәрсе ма деп айтып отқан кезде, ана шал тұрады да, здравствуйте, дейді ғой. Орысша ма? Орысша сөйлейді. Анда кітапта орысша жазылған, иә? Здравствуйте, бір нәрсе дейді. Орысша, шала қазақша шал екен. У нас мобилизация. Сөйтіп, ол кісі үйіне кіреді ол кісінің. Басында андай жақсы қорқып кетеді да, адам екен ғой деп, нормально болып, жақсы болды деп, үйге кіріп ұйықтаймыз, тамақ жейміз деп ойлайды да, тракторды сөндіре бер деп, трактор сөндіреді. Все жақсы болды деп жатқан кезде, оказывается, ана шал өте жаман шал болып шығады ғой. Қалайсың? Өте андай қатыгез, сондай Маньяк. типа маньяк сияқты шал болып шығады, короче. Үшеуіне тамақ бермейді. Солардың көздерінше өзі тамақ жеп жатады. Все, понятно. Аманжан жынданады, сен жолаушы, құдай қонақ. Еще андай күшті ет, еліктің еті деген сияқты. Май жағып, маңда. Нутелласы. Стейк кеседі, прямо Блендермен өйтіп фреш жасап Сондай шал. Доставка келеді. Глоба. Сонда черешнямен, айслатая. Сөйтеді да, көздерінше тамақ жейді, Аманжан жынданады. Сен не құдай қонақ деген білмейсің ба, жолаушы деген білмейсің ба сен? Біз не ашпыз, неше күн жолда келатырмыз, тамақ бермейсің ба бізге деп. Анау жынданып. Біреудің үйіне келіп отырсың сен тамақ бермейсің бізге. Жоқ, анау ойлап отыр да, қазақша айтсам түсінбейді деп. Ол кезде нормально андай. Ол кезде күшті күтіп алады ма? Құдай қонақ деген ол кезде болған шынымен де. Қазір ондай жоқ қой. Қазір сен әлі бірақ кіріп көрген жоқсың ғой, мүмкін бар шығар. Жоқ, жылқышыбай кіріп жүр ғой, кіргізбейді. Құдай қонақ деген. Сөйтіп, ана шал жынданып кетеді ғой, сен не қуасың ба? Мен саған тамақ беремін ба? Деп айтады шығар орысша. Былай айтады, короче. Мен айта алмайтын просто. Угомонись деген сөздер бар. Сақа аударып отыршы андай, озвучка. Сөйтеді да, сен не жындысың ба? Мен не сен тамақтандыру керекпін ба? Күшті озвучка жасайды просто орысша. Тамақтандыру керекпін ба? Мен әрбір жолаушының сонда хотя бы ұйықтайтын жер салып берсейші бізге, төсек салып бер, қайда ұйықтайық? Төсегін салып беруім керек па? Мен сөйтіп жатқан отырған жеріңде ұйықтай беріңдер деп. Ұрысып тастайды, короче. Аманжан жынданып бүйтіп тұрып жатқан кезде ұрады Аманжанды. Шал ма? Иә. Шал Аманжанды. Шал Аманжанды ұрады. Ауырды ма? Депсің. Шал Аманжанды ұрады. Сосын Нұржан уже содан кейін байқайды ғой, анау жынды екенін. Содан кейін ғана ма? До этого нормально болды да? Голый отқаны нормально да оған? Сөйтеді да... Аманжан ответка берді. Аманжан ответка берейін деп атады. Бір жастап қалады. Нұржан ұстап қалады. Все, мынау кішкене неадекватно екен. Отырайық. Анау кім? Бақытжан вообще ұйықтап отырған жерде. Ол уже сондай. Тракторда да ұйықтап келді, сондай персонаж ғой. И бұның алдында Нұржан бар ғой, тракторды үйді тапқаннан кейін бүйтіп үйге қарап шығып кетеді ғой, кім үй екен деген кезде Нұржанға бір дыбыс естілген ғой андай. Әдемі қыздың өлең айтып отқан дыбысы ше. Екеуіне айтады, естіп жатсыңдар ма дейді.
сен қудың ба не істеп жатсың, сен естіп жатқан жоқ ештеңе дейді. Зачем мне солнце? Монако. Сол деймін. Сәл тыңдап қалса, это я в Дубае. Естіп жатсың ба? Жоқ, естіп жатқан жоқпыз деп. Құлағында AirPods Бұрылғанда обманкалар. Ана екеуі естімей жатыр, өйткені андай новыйын сатып алған да, булыш-булышның. Вакуумный. Қымбатты Apple, өтірік бересіз. Свяжитесь с нами, Apple. Сондай жағдай болған ғой алдында. Сөйтіп Нұржан ладно деп мән бермеген. Енді үйге қайттан ораламыз. Үйде жаңағыдай қырғын болып жатыр, короче. Еще анау шал до того қуат, анау мылтығын алып сақаған ғой, короче. Сендер отырыңдар, тыш. Тупо ойлашырдай. Сол. Бүйтіп сөйтіп отырады да мылтығын. Аманжан атылды ғой. Аманжан атылып отыр әлі. Атылып тұр. Аманжан қорқпайды, бүйтіп мылтық тағып. Атсаң ат деп тұр ғой, короче. Сөйтіп анау андай шал ғой, оқшауланып, адамдарға жек көретін Шрек сияқты ше. Өзімен Отшельник, аскет қой. жалғыз өзі. Сондай шал, өте жаман шал. Сонымен мына шалдың үйін тез не етейікші айтпаса, әлі шалдың үйінде отырмын. Сөйтеді да шалдың үйінде қырғын болып жатыр. Сөйтіп тамақ бермейсің ба, бір нәрсе деп отқан да. 5 сом беріңдер, тамақ беремін дейді. Бәсе ойлап отырдым, ақша мүмкін ақша. 5 сом беріңдер, тамақ беремін дейді. Сен жындысың ба, жолаушыға ақша болады деп ойлап бердің, я тамағымыз жоқ, ақшамыз жоқ, дымымыз жоқ. Тамақ онда мен бермеймін дейді. Аманжан деген өзің сияқты бейшара деймін. Сөйтеді да бүйтеді. Ақшаларың жоқ болса, сенің пимаң жақсы екен дейді. Пимаң, иә. Пумаң жақсы екен, беріп кет дейді. Сен ойланбайсың ба, біз тағы да жолға шыққан кезде жалаң аяқ қалай жүремін мен? Ол дейтін, ол лучше атпаса дейді. Оны сен менікін алды, Каджила. Кроссовки. Сөйтеді, короче. Сен кәдімгі на ходу. Оралхан бөгет. Жақсы жатқан әңгімемен дальше жалғастыра түсің ба? В натуре. В натуре. Жоқ, мынандай пима, сен бұл менікі емес дейді. Бұл менікі емес, егесіне беруім керек. Сенікі емес екенін біліп тұрмын, ондай бейшаралар сен мынандай кимейді дейді. Мықты біреудікі екенін көріп тұрмын дейді да. Тастап кет, мен саған бір басқа ескі беремін, өлмейсің дейді. Соны береді, короче, сондай. Өте нашар сал. Аманжанға айтады, сен сағатыңды бер дейді. Сағаты бар екен Аманжан. Apple Watch. Анау Бақытжан деген бере салыңдаршы соған бәлені. Аман кетейікші. Өзінде өйткен түк жоқ. Беш сағатын сен пимаңды. Аманжан сағатын берсеш, мен үйге барғаннан кейін саған өзімдікін беремін дейді. Сөйтеді да, в общем, қырғын конфликт болады и шал жынданып таңертең өтірік жолға шығарып жіберді ғой бұларды. Мына жаққа баратса, жоқ, мына жақта деп өтірік жол айтып жүрген жаман адам. Өте нашар адам болады соң. Әдейі сөйтіп айтады. Әдейі сөйтіп айтады. Мына жаққа барасыңдар ғой, короче дейді. И трактормен сол жаққа шығып кетеді бұлар. Быт-шыт болған бір моментте трактор өшеді осы кезде. Өшеді уже. Үміттер үзілген. Уақытты да білмейді, сағат жоқ. Уақыт та жоқ, қай жаққа баратқан жоқ, андай. Ол жолдан адасып кетті да. Сөйтеді да андай ұйқыға тартады ғой бәрін. Қыс быт-шыт болып жатыр. Ұйқыға тартады. Ұйықтап кетеді, короче. Қыста ұйықтап кетсең болды, өлесің ғой. Аязда. Ұйықтап кеткен кезде бұларды жаңағы Нұржанның құлағына келіп, қарғызы сыбырлап оятып алады ғой. Ержан. Вставай, Нұржан, вставай. Вставай, Нұржан деп оятып алады. Енді қар қызы деген аңызды айтып берейін, өте қызық. Ол аңыз андай ғой. Бұл қыз анасын бір больницаға апарып, содан қайтып келатқанда, осы жаңа шал бар ғой. Жаңа шал сияқты бір үйге тоқтайды ғой. Ну, жаңа шал деп сол сияқты, жаңа шал соның үйін табады да, соның үйіне барады, паналайды. Сол кезде ана шал жынды ғой енді, зорлайды ғой, короче. Налар оңай құтылып кеткен екен ғой, сағат салыстырмалы түрде. Жақсы құтылып кетеді. Сөйтіп зорлығына шыдамай бұл қыз жаңа жалаң аяқ, жеңіл киіммен қашып шығып кетеді ғой. Қар қыс шығып кетеді да, и қардың қыста сөйтіп адасып қар қызы деген аңыз пайда болған. Қарғымен кетіп қалған деген сияқты. Қарда қан болды ма ше? Білмеймін. Жоқ, птичка емес енді деген ғой. Может, аңызда сондай шығар, қорқынышты. Сондай аңыз бар. Сөйтіп сол жерде елесі жүреді.
сондай иә. Сөйтіп қарғызы ояттады, короче, оларды сыбырлап Нұржанды. И естерін жиып алады бәрі. Сөйтіп тракторды от алдырып, жол тауып, жақсы болып. Бір нәрсе сұрайыншы, қалай трактор өшіп қалады да, бірақ оянып кетіп қайтадан жүре берсе от алдыра береді. Ну, бірақ трактор жүріп тұр негізі да, ол сынбады ғой. ДТ-54. Жоқ, андай трактор кезде өшіп қалады, но андай ғой, естерін жиып алғаннан кейін, может, ананы көреміз, ана жерін дұрыстап көреміз деп. Негізі кітапта болды. Олар еще бір пещераға барады деп. Ол жақта гоблиндер жүр, шатастырып тастаған. Сөйтіп бірдеңе қылып, может, ана жерде бензин бар еді ғой деген сияқты. Солярка ғой енді, бірдеңесін жағып, бірдеңе істейтін шығар. Иә. Сол жерде Бақытжан суперспособный оянып, менің түкірігім солярка деген сияқты. Мүмкін. Сөйтіп жол тауып кетеді, жол тауып, жаңа жерге барады, шөп алатын жер тауып барады. Ол жерде сиыршы кісі. Сиыршы дейді. Сиыр асырайтын адам. Иә. Зеңгі баба. Сиыршының үйінде Алмажан өзінің қызы қылып алып алған. Ну, Алмажан андай қашып кеткісі келіп, андай құл ретінде емес, кәдімгі. Жоқ, кәдімгі асырап, махаббатын беріп, әйелі бар, возможно, мамасы, анасы болып. Сөйтіп та соңында сондай болып шығады. Ешкімге айтпай ұстап отыр ғой андай. Өсек болып кетпесін. Сөйтіп Нұржанмен қосылады соңында. Алмажан екеуі ғашық болып. Нұржан қалады сол жақта үйленіп. Аманжанмен кім обратно кетеді, шөпті тиіп алып. Нұржан шәруші екен ғой, қызбен қалған. Өздерін апарсың ғой. Шытпой келеді. Қорқыттым ка, барсам пиманы сұрайды оны. Пима қалды деп айтшы, қалың малға бер жүрді деп айтшы. Қыздың прошлый не важно деп айтты. Сөйтіп Бақытжан мен Аманжан шөппен үйлеріне қайтып бартқанда, жолда қайтадан бағана шалға ұсталып, Аманжан сол жерде өледі ғой. Шал өлтіріп тастайды ма? Шал өлтіріп тастайды. Бақытжан дальше өзі кетеді. Арка. Қалай Бақытжан спокойно өтіп кетті? Сол білмеймін. Бақытжан гнилой екенсің. Жоқ, кітапта бар ғой негізі бұл жерлер, сенен кішкене енді қысқартып көрдің бе? Қысқартып отырмын. Иә, әрине. Оны білгілеріңіз келсе, кітапты оқу керек, иә. Мен подробно айтпай отырмын. И білмеймін. Басты спойлерларын айтып бердік сіздерге, ал енді қалған диалогтарын өзіңіз оқыңыздар. Бақытжан дальше шөпті апарады, сөйтіп мына жақта осылай бітеді. Күшті негізі. Сұрақтар көп екен ондай. Иә, нюанстар. Сұрақтар көп. Нюанстардың бәрі кітапта бар. Кітапқа жауап өздерің оқып ал. Ана менде бір сұрақ, жаңағы жол бойына бір елесін көріп, құлағыммен естіп, жаңағыдай біреу шақырып жатқанын ұят жіберіп, ол қалай түсіндіріп бере ма кітапта? Жалпы қалай, не үшін олай шыққан? Әлде түсіндірмей ма? Анау аңызды бұлар баяғыдан біледі ғой, қарғыз деген аңызды. Өтік сенбей жүрді. Бұл андай ғой, елесі көрінгенде ол түсінде көреді ғой. Ұйықтаған кезде. Өңінде былай көп көрмейді. Бірақ Оралхан Бөкейдің өзін айтады андай. Көбісі бұл аңыз деп сенбейді, бірақ мен сенем, мені құтқарды шынымен деген сияқты. Бұл өзінің өмірі ғой. Өзінің өмірі. Прям осындай болмаған шығар енді. Бұл жерде осы жол бойында олар енді экстремальный жағдайда келе жатыр ғой. -40, боран, айдалада қайтпай қалулары мүмкін. Негізі кітапта андай жерлер бар ғой бәрібір. Енді өздерінің ішкі ойлары, андай бір философиялық бір немелері, мына жерде өліп кетсем не болады деген сияқты нәрселер бәрі ол кітапта ішінде бар. Психология. Иә. Әрбір кейіпкердің өзінің ойланулары сөзде. Мысалы, олар ұйықтап қалды да, өліп кетуі мүмкін, соның алдындағы не ойлады, қалай сөйлесті бір-бірімен, соның бәрі. Дәл. Иә. Сен өзің впечатлениені айтып отырсың ба уже? Жоқ, жалпы бар дегенім ғой, енді бұл жерде қысқаша бүйтіп тоқталып кеттік қой. Сосын бұл кітап өзгертілген версиясы. Персонаждар қосылып ше? Толықтырылған. 84-ші жылы ма өзгертілген? Иә, сондай бір өзгертілген. 71-ші жылдар шыққан. Оны кітаптың авторы өзі біледі ғой, өзгертілген. Кітаптың қысқаша мазмұнынан өзінің алған әсеріңді айтсаң. Біріншіден, ең бірінші алған әсерім, мен алғаш рет жалпы кездестіріп тұрмын Аманжан деген есімді. Бір кітапта, бір
жалпы бір кинода да жоқ, ешқайда жоқ қой вообще Аманжан деген андай қолданбайды ғой ешкім. Жалпы өмірімде де мен жолықпадым андай типа ассалаумағалейкум, есімім Аманжан болады. Сенің есімің кім? Аманжан. Қош? Бірінші рет ондай жағдай ешқашан болмаған. менде мысалы көп болды талғат саған дейінгі соңғы Аманжан өліп қалған ғой. Содан кейін ырымдап қоймай ақ қояйық деген ба? Жоқ, бұл жерде ирония еще қызық қой. Есімі Аманжанда, но аман қалмай қалады ғой. Жалғыз аман қалмаған. Сендер әдейі мені шақырдыңдар ма осы выпускке, чтобы Аманжан мен енді біліп отырмын бүгін. Серьезно ма? Иә. Қызжібек Төлеген Аманжан болса прикольно ғой, например. Бекежанның орнына. Қош, Бекежан гнилой ғой. еще Аманжан андай батырлық нелерін көп жазған негізі. Әдейі айтпай отыр. Әдейі айтпайтын. Нетпес үшін. Сақтап жүрмес үшін. Ұялып қалмасын деп. Болды. Сосын Біріншіден осы, мен алған әсерім, екінші әсерім роуд қой енді бір кәдімгідей бір жол, өте қызық негізі. Қысқаша да болса да түсінікті уже шамамен. Тек қана оқу керек та. Бірақ қысқаша енді айтылды да. Ну, в принципе, қызық нәрсе бар. Бірақ негізі андай түсіндіріп береді ғой. Жаңа сен айтып кеттің, біраз нюанстарды айтпай кеттің ғой негізі. Боранда қалай құтылғандарын, бір үйден бөлек тағы да бір жерден кездескен шығар бір қиындықтар. Тамақты қайдан алған? Кездескен шығар, білмеймін, сұрай бермеші. Мен өзім оқымадым соны. Қоймадым ғой сен. Сөйтіп Бақытжан жаңағы шөппен жалғыз өзі апарады ғой ары қарай. Аппаратта трактор сынады жаңағыдай. Сөйтіп маған қаламен жаяу кетіп бара жатады да. Алыстан аттармен арбамен біреу жатады да былай. Ана уже өлейін деп жатады. Сөйтіп арбадан Сэмюэл Л. Джексонмен кім шығады. Короче, не ғой? Омерзительная восьмерка кірмей қалған кадр ғой. Сөйтіп Бақытжан деп Оның спин-офф шығады Бақытжанның. Жалғыз өзі Бақытжанның жолы қайтады. Келесі выпуска. мына кітапты мен бөлем оқығанда бөлем қыста пойызбен ауылына кеткен ғой. Сөйтіп андай қыс атмосфера прям осындай отқанда полный оқып тастаған ғой. Қатты кіреді деді. күн жанып тұрғанда мынаны оқысам. Қыста оқу керек. Біз қазір жазда оқып отырмыз. Жазда Андай көліктермен андай кішкене. Қыста оқу керек еді. Или қалың кино оқу. Жоқ енді сен қызықсың әсер ретінде енді қысқаша айттың. Қысқаша әсерін Жоқ, қысқашадан әсер не айттым білмейсің. Жоқ, қысқашадан біз әсер бәрібір ала алмаймыз ғой. Иә, өйткені оның ішіндегі маңыздысы қалай ол суреттеді, оның қиналғандарын, бір-бірімен сөйлескендерін, өздерінің бір ойларын, сол қызық қой негізі. Сол үшін кітапты қызық болса, әркім өзі оқып алу керек деп ойлаймын. Қазір мына жер анау болды, мынау битті, мынау өлді, мынау үйленді деген бұл негізі қатты маңызды емес. Бұл фильм емес қандай спойлер болып оқымай қалатын. Кітапта ең бастысы, иә. То есть біз айтқаннан кейін адамдарға қызық болса болды, о, мынаны оқу керек еді деген сияқты. Маған солай болды. Мен оқығым келіп кетті, честно. Маған несі ұнайды негізі андай құрылған драматургиясы, жаңа сен айтқан роуд мувилар сияқты ғой кәдімгідей. Персонаждардың характері, үш кейіпкердің нелері, мінездері, мінез-құлықтары күшті таңдалған, бір-біріне сай. Кәдімгідей басы, аяғы бар, күшті андай приключение ғой, шытырман оқиға. Иә, көзге елестете аласың да? Иә, елестете аласың. Маған күшті экранизация жасауға болады деген секілді ғой. Бұның спектакльдері бар. Жаңа шалды Тұңғышбай Жаманқұл ойнаған. Кәдімгі таза екен, ә? Негізі қымбаттау. Негізі выживание туралы нелер бар ғой, фильмдар, белый плен сияқты сондай түсіруге болады ғой. Бюджет бойынша қымбаттау сияқты. Енді ол бюджет сен ойламай-ақ қой. Жоқ, локация аз сияқты ғой, наоборот. Дала ғой. Бірақ андай роуд муви болғасын. Қар деген сен ойлатсың ба? Трактор деген сияқты. Но Нұрлан Қоянбаев түсіреді оны деп. Онда я әсер айтпай қойық, әсерді сосын оқып болғаннан кейін, может, отдельно бір выпуск жасаймыз именно осы. Оралхан Бөкейдің өзін өтірік ойды шығара бересің ба? Өтірік шоулар шығара береді. Кітап талдайтын бөлек, әсерін талдайтын бөлек. Мен былай айттым, короче. Қатты әсерімізді айтпай қойық, лучше бәріміз оқып алайық та, тағы да бір выпуск жасайық. Минималды, 10 минуттық. Мына кітапты оқыған таныстарың бар ма жалпы? Бөлесі оқыды. Жоқ, біз танитындардың арасында. Мен танимын бөлесін. аңсаған ғой. Мен таныстарымнан жоқ оқыған. Жоқ, біреу оқысаң, соған қазір хабарласайық та звондап. Сұрайықшы. Просто, бағасын ше кітаптың конкретно, типа, қанша ұпай бересің из 10 деген сияқты, что біз қазір бар ғой, бұның нақты оқыған, просто біз оқымадық та, и біз нақты баға бере алмайдық та. Бұның біз мағынасын қазір талдай алмай отырмыз да. Бөлем кішкене ұялшақ болып қалуы мүмкін қазір бар ғой. Жоқ, сен айтпай қой, түсірілімде. Громкіге қойса просто. Сендер үндемеңдер деп онда. Шоуларда істейді. Неге жақын бөлем ауылда еще. Петичка. Петичка жақын.
боран болып жатса бөлесің да. иә Или әлі пойызда келе жатсың. Я говно дейсің. алло батырхан уайымсалам қалайсың босың ба батырхан анау сен оқыдың ғой қар қызы деген Оралхан Бөкейдің ше қар қызы деген кітап бар ғой иә сол қызық па видео жоқ қызық па деймін да қызық қызық па дейсің мен иә жақсы қандай не болатын еді ол жерде мен андай краткий несін біліп алғым келіп тұр да не ол қыстақта бір қалың қар түседі сондай болады оқиға шөп болмайды сондай басқа бір ауылға шөп ауылға кетеді үш жігіт аттанады сондай жайды ол приключение қызық қой үшін оқи беремін иә қандай типа әсер алдың оқып көрсеңші жақсы иә давай ауылдасың ба давай бір сұрақ қойшы қар қызы симпатичный ма дейші давай мынау рубрика жақсы екен иә оқыған адамға звондаш қалай мен келдім қонақ ретінде қостым десін демек бекер келмедім мына суды мен бекер ішіп жатқан жоқпын демек ақтап кет все қымбатты достар естідіңдер ғой да иә күшті Кім? Өзі айтсын енді, Талғат өзі. Оралхан Бөкейдің өзінің несі бар айтқаны қиын моменттерде қиын жағдай кезде шын адам қандай екенін түсінесің дейтін түйін адамның қандай екенін білгің келсе онымен бірге жолға шық деген бар ғой. Сложные времена порождают сильных людей деп. Сен қандай мақал айтасың? Иә, біз екеуміз қалдық, табу керек срочно қазір. Так. Қазақтар өздерінің кім екенін білсе, басқа иә. Ол Екатерина екінші. Так. В общем, өнер алды қызыл тіл менің онда. Сол болды жақсы. Сенің тесік мұң жоқ. Осымен құрметті достар біздің мына кітапты ойнатамыз ғой. Иә, ойнатайық. Мен ойымша андай қонақтың қолын қоймай-ақ ойнатуға болатын сияқты. Иә? Зачем андай? Бұл правила қалай шықты? Асхаттың қаламсабы жоқ. Жоқ, қазір қарап жатқан көрермендер жаңа егер қалса олар сұрайды ғой, а типа бізге 1000 теңге арасына салып жібермейсіңдер ма не деген. Сұрауы мүмкін. Есентай салды 1000 теңге деп. Кто больше? Негізі андай істесе, кітаптың авторынан барып, қол қойып ше. Потом Мошаға кел. Бұл кісі қайтыс болды бірақ бұл кісі қайтыс болуында қызық нәрсе бар. Бұл кісі қайтыс болмай тұрып, маған қол қойды. Қайда қайтыс болды деп ойлайсыңдар? Қарда? Жолда ма? Жоқ. Ауылда өзің. Пуэрто-Рико. Үндістанда Дели деген қаласында қайтыс болды. Неге? Президент үстінен құлақ қалды. Оралхан Бөкей ғой, қойсаңшы. 93 жылы қайтыс болған, 17 мамырда. Дели. Қызық, ә? Аманжан застал, е? Оралхан Бөкей. Застал. Иә, примерно. Бұтыма тышып атқанда, примерно. Бір уақытта ол Үндістанда, сен Оралда. Жақсы. Ал. Давай, енді мыналарын кесіп кітапты енді не істеп? Вот достар, енді мына кітаппен біз қысқаша айтып бердік. Өздеріңіз оқығыларыңыз келсе, мына кітапты ойнататын боламыз. Баяғы солай ма? Солай болсын енді. Комментарийға ең көп оқу керек деп, комментарийға оқу керек деп жазған адамның ішінен біз біреуін рандомда таңдайтын боламыз. Көп комментарий қалдыруға болады, 5, 10, 20, 50, соның ішінен бір адам көп комментарий соғұрлым жеңуге деген мүмкіндік көбірек болады. Сіздермен бірге болған оқу керек жобасы қонағымыз Аманжан Махметов. Аманжан келгеніне көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Бұнда андай музыка қосылып, типа сөйлесіп отырсақ, кетіп барады. Уф, деп ондай. Мен сильный выпуск болған.